Армысыздар, назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. 20 қыркүйек дүйсенбіде Алматының Ақбұлақ мөлтек ауданында атыс болып, 5 адам қаза тапты. Полиция департаментінің мәліметі бойынша сағат кешкі 5-терде Алатау ауданы Ақбұлақ мөлтек ауданында 1967 жылы туған Игорь Дужнов есімді азамат үйден шығару туралы сот шешімін орындауға келген сот орындаушыларына, учаскелік полиция инспекторлары мен төтенше жағдай департаменті қызметкерлеріне оқ атқан. Оқиға кезінде қаза тапқандардың екеуі қызметтік міндетін атқарып жүрген полиция қызметкерлері, полиция майоры Дархан Сүлеев пен полиция капитаны Нұрбол Байғазиев. Бұған қоса сот орындаушы Әбенов пен үйдің жаңа иесі және оның досы оққа ұшқан. Ақбұлақтағы атысқа байланысты түрлі болжам жасалды. Жергілікті бақ мәліметінше, оқ атқан 54 жастағы адам бірнеше жыл бұрын банктен кредит алып, жылжымайтын мүліктерін кепілдік ретінде қойған. Кейін төлей алмаған соң банк әуелі кепілге қойған үй жайы бар жер телімін тәркілеген. Содан соң оны жалғыз баспанасынан айырып аукцион арқылы басқа адамға сатқан. Кепілге қойған жер телімі бастапқыда 184 миллион теңге деп бағаланған. Бірақ қайта бағаланғаннан кейін құны 2 есеге төмендеп, оқ атқан адамның банк алдындағы қарызы еселеп өскен. Оқиғаға байланысты адам өлтіру және билік өкіліне күш қолдану бабы бойынша 2 қылмыстық іс қозғалды. Қылмыстық кодексте адам өлтіру бабы бойынша 15-20 жыл немесе өмірлік түрме жазасы қарастырылған. Алматының аудан аралық мамандырылған тергеу сотында 5 адамды өлтірді деген күдікті Игорь Дужновқа қатысты бұлтартпау шарасын қарау процесі басталды. Ол әзірге 2 айға қамауға алынды. Дәл осы күні таңертең Ресейдің Пермь университетінде 18 жастағы әскери форма киіп қару асынған күдікті 8 адамды мерт қылды. Тергеу комитетінің мәліметінше 10-нан астам адам жарақатталған. Күдікті сол университетінің студенті болған. 21 қыркүйекте Қазақстан денсаулық сақтау министрі Алексей Цой Астана қаласы және 3 облыста коронавирустың Нигерия штаммы анықталғанын хабарлады. Цойдың айтуынша Нигерия штаммы Қарағандыда 1, Маңғыстауда 2, Павлодарда 1, Нұрсұлтанда 1 адамнан анықталған. Министрдің жазуынша штаммы 2020 жылы желтоқсанда белгілі болған. Ол алғаш рет Нигерия мен Ұлыбританияда анықталған. Оған шалдыққандардың әдетте британ штаммы сияқты дене қызуы көтеріліп, жөтел пайда болып, дәм және иіс сезу қабілеті жоғалады, аурулар асқынады. Тамыз айында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы штаммының өте қауіпті екеніне дәлелі жоғын, одан гөрі дельта қауіптірек екенін айтқан. Кейінгі тәулікте Қазақстанда 2537 адамның анализінен коронавирус анықталған. Бейсенбі күні індеттен 3673 адам жазылған. 22 қыркүйекте 40 адам коронавирустан, 7 адам пневмониядан көз жұмды. Бейсенбі күні пара алу бабы бойынша айыпталған бұрынғы қаржы вице-министрі Руслан Еңсебаев 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот бұрынғы шенеунікті өмір бойы мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге де тыйым салды. Соттың ақпаратына қарағанда Руслан Еңсебаев қаржы министрлігі цифрландыруға байланысты өткен байқау кезінде Әл-Фараби Партнерс компанияның жеңіп шығу үшін 1,2 миллион теңге пара алған. Сот шенеуніктің қабылдаған антын бұзуын қылмыстық жазаны ауырлататын мән-жай ретінде таныған. Хабарламада оның айыпты мойындағаны, мойындамағаны айтылмайды. Еңсебаев жазасын қауіпсіздігі орташа режимдегі колонияда өтейді. 39 жастағы Руслан Еңсебаев 2018 жылдың маусымынан 2020 жылға дейін қаржы вице-министрі болған. Оның ұсталғаны жөнінде ақпарат былтыр күзде хабарланған. Қазақстанда билік тармақтарында жұмыс істейтін шенеуніктердің жемқорлықпен ұсталғаны жайлы ақпарат жиі шығады. Билік парақорлықпен күресетін көптеген бағдарлама ұсынса да, Қазақстан әлемдік жемқорлық индексінде парақорлық жайлаған елдердің қатарында тұр. Freedom House халықаралық ұйымының әлем елдерінің интернет еркіндігіне баға берген биылғы есебінде Қазақстан интернеті еркін емес мемлекеттер қатарына кірді. Халықаралық ұйым 2019 жылы Қасым-Жомарт Тоқаев президент қызметіне кіріскеннен кейін реформаларға уәде бергенін, бірақ үкіметтің әрекеттері уәделерге сәйкес келмейтінін атап өткен. Билік оппозиция өкілдерін қамауға алып, бірқатар ақпарат құралдары үкіметке жақын адамдардың қарамағына өткен. Баяндамада Қазақстан, Ресей, Беларусь, Иран және Қытай секілді елдермен бір қатарда тұр. Freedom House мәліметіне қарағанда қазақстандықтар негізінен Facebook, Instagram әлеуметтік желілері, Telegram және YouTube каналдарындағы пікірлері үшін қуғындалады. Бұдан бөлек Қазақстан билігі контентке, ақпарат және байланыс технологиялық компанияларға жаңа ережелі енгізген 48 мемлекеттің қатарына қосылған. Есепте 70 мемлекеттің интернет еркіндігіне баға берілген. Бұл үшін 2020 жылдың маусым айынан 2021 жылдың мамыр айына дейін 3 категория бойынша азаматтардың интернет қолдануына тосқауыл қою, контентті шектеу және қолданушылардың құқықтарын сақталуы интернет еркіндігі бағаланған. Литвада өтіп жатқан футзалдан әлем чемпионатының 1/8 финалында Қазақстан мен Таиланд құрамалары кездесіп,
7-0 нәтижесімен қазақстандықтар плей-офф кезеңін жеңіспен бастады. Рикардо Кака жаттықтыратын жігіттер алғашқы таймнан ақ матчты өз тізгіндеріне алды. Бірінші тайм 3-0 есебімен аяқталды, ал екінші таймда қазақстандықтар тағы 4 гол соқты. Қазақстан тарапынан гол соққандар алғашқы таймда Тұрсағұлов, Дуглас және үшінші топ Дуглас соққысынан кейін қарсыласқа тиіп кеткен үшін автогол деп есептелінді. Екінші таймда Тайнан, Нұрғожин, Кнауп және соңғы голдың авторы тіпті дабл пенальтиден сейв жасаған қақпашы Игита. Ұлттық құрама осыған дейін топтық кезеңде Коста-Рика құрамасын 6-1, Литва құрамасын 3-0 есебімен жеңіп, соңғы турда Венесуэла құрамасымен тең 1-1 ойнады. Ал финалда 1-8 финалдағы қарсылас Таиланд құрамасы топтық кезеңде 1 жеңіс, 1 жеңіліс және 1 тең ойын көрсетті. Қазақстан 1-4 финалда Өзбекстан мен Иран құрамаларының арасында кездесудің жеңімпазымен 27 қыркүйек күні ойнайды. Апта легі осындай. Қазақ Ньюс ақпарат агенттігінің әлеуметтік желілеріне тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.